Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бұл видеода 10 минутта дайын болатын пицца пісіретін боламын. Алдымен шұжығымызды, қызанағымызды және тәтті бұрышымызды кесіп турап дайындап қоямыз. Ыдысымызға қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды, тұзымызды, қаймағымызды салып, бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Одан соң ұнымызды салып, бір келкі болғанша тағы да араластырып аламыз. Табамызды өте аз отқа қойып, ішіне сұйық майымызды құйып, жағып шығамыз. Одан соң қамырымызды құйып, оған кетчуп немесе томатымызды салып жағып шығамыз. Одан соң барлық салмаларымызды салып, 8-9 минутқа қақпағын жауып пісіретін боламыз. Минут өткен соң ірімшігімізді бетіне сеуіп, тағы да 1-2 минутқа қақпағын жауып қоятын боламыз. Пиццамыз дайын. Енді ыдысымызға салып, кесіп, жуамызды сеуіп, ұсынсаңыз болады. Асыңыз дәмді болсын. Ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.